Құрметті онлайн бейнедәріс қатысушылары, Қазақстан халқы ассамблеясының этномәдени бірлестіктер арасында жалпы азаматтық бірегейлікті қалыптастыру және қазақстандық патриотизмді дамытуға бағытталған жобаларының қатарында Абай Қазақстанның ұлттық бренді тақырыбына арналған бейнедәрістерді бастаймыз. Бейнедәрісті Қазақстан халқы ассамблеясының 25 жылдығы аясында ғылыми сарапшылық қауымдастықтың, ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің, Қазақстан халқы ассамблеясының орыс, славян және қазақ қауымдастығының қолдауымен Алматы облыстық орыс орталығы ұйымдастырды. Қазақстан халқы ассамблеясының көптеген біріктіруші жобалары, оның ішінде тарихи зердені сақтау, ұлы ойшыл, данышпан Абайдың мұрасымен байланысты. Абайдың мұрасы қазақ халқының асыл қазынасы. Ұлы Абай өзінің поэтикалық шығармаларында, философиялық трактаттарында адамды жырлайды, адамға жазады және адам туралы айтады. Абай өз шығармалары арқылы туған халқын өркениет өріне сүйреп, оған қазақ халқының үздік рухани құндылықтарын енгізді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Абайдың сөзі қазақтың бойтұмары деген болатын. Бұл тұжырымдама бізді ақын әлеміне терең бойлауға, жаңаша ойлауға міндеттейді. Биыл Қазақстанда Абай Құнанбаевтың туылғанына 175 жыл атап өтілуде. Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен Қазақстанда жаңа мереке 10 тамыз Абай күні тойланатын болады. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің Абай және 21 ғасырдағы Қазақстан атты мақаласында жаңғыру ол өткеннен қол үзіп, тек жаңа құндылықтарға жол ашу деген сөз емес. Шын мәнінде бұл ұлттық мұраларымызды бүгінгі оң үрдістермен үйлестіре дамытуды көздейтін құбылыс. Бұл ретте біз Абайды айналып өте алмаймыз. Себебі ұлы ойшыл осыдан бір ғасырдан астам уақыт бұрын ұлтты жаңғыруға, жаңаруға және жаңа өмірге бейім болуға шақырған болатын деп айтқан. 10 тамыз Абай күні Қазақстан халқы ассамблеясының Абай күніне арналған челленджі өтті. Әлеуметтік желілерде Абай 175 челленджі әлі күнге дейін жалғасуда. Бұл қазақстандық акцияға Ресей, Беларусь, Ұлыбритания, Италия, Египет, Түркия, ақш, Украина, Австралия, Қырғызстан, Франция, Қытай, Польша және басқа да 12 елдің өкілдері, отандық және шетелдік қоғам қайраткерлері, ғалымдар және жастар белсене қатысуда. Біз Абайды 19 ғасырда өмір сүріп, 21 ғасырдың сөзін сөйлеген ұлы данышпан ретінде әлемге танытуымыз қажет. Қорыта айтқанда, әрбір қазақ Абаймен мақтануы тиіс. Бейнедәрісті әрі қарай саясаттану магистрі Айсана Қахарман жалғастыратын болады. Қайырлы күн, құрметті қатысушылар. Бүгінгі видеодәрістің атауы Абай Қазақстанның ұлттық бренді. Алтайдан Каспийге дейін, Батыс Сібір жазығынан Тянь-Шань тауларына дейінгі кең байтақ өркениет тамырын тереңнен тартқан ұлы дала, Қазақстанды ұлы дала ел ретінде әлемге танытатын ұлттық бренд. Ұлы дала елінде көшпенділердің дүниетанымына негізделген мәдениет пен дәстүр, тарихи сабақтастығы мен табиғи бағытын сақтаған. Ұлы дала тарихы бізді толеранттылыққа, діни төзімділікке тәрбиелейді. Әлемдік өркениетке елеулі үлес қосқан ұлы дала жаңаша өркендеудің, биік мәдени өрлеудің тал бесігіне айналды. Бұл жетістіктерге белгілі бір дәрежеде ұлы дала халқының тарихын өркениет өрісіне енгізуге тер төккен ғұлама Лев Николаевич Гумилевтің еңбегі ерең. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сөзі бойынша, ұлы дала елі Әл-Фараби мен Яссауи, Күлтегін мен Бейбарыс, Әз-Тәуке мен Абылай, Кенесары мен Абай және басқа да көптеген көрнекті қайраткерлердің тұтас бір шоғырын тудырды. Қазақстан халқы ассамблеясының көптеген біріктіруші жобалары, оның ішінде тарихи зердені сақтау, ұлы Абайдың мұрасымен байланысты. Абайдың мұрасы қазақ халқының руханияты. Ұлы Абай өзінің поэтикалық шығармаларында, философиялық трактаттарында адамды жырлайды, адамға жазады, адам туралы айтады. Шын мәнінде Абай өзінің философиялық көзқарастарымен жаңаша ойлау мен тың дүниетанымның негізін қалаған, өзгеше этикалық және эстетикалық құндылықтарды қалыптастырған. Қазақтар үшін өмірдің, болмыстың, жаңа қағидатының және жаңа арман мұраттардың қажеттілігін дәлелдеген. Олардың арқауы адам,
заманауи тілмен айтқанда тұлға деп есептеген. Ұлы ойшылдың орыс тілін жетік білуі орыстың көрнекті ақыны Лермонтовтың бірқатар шығармаларын қазақ тіліне аударуға мүмкіндік берді. Абай Пушкиннің Евгений Онегин поэмасынан үзінділер, Крыловтың көптеген мысалдарын қазақ тіліне аударумен айналысқан. Қырғыз даласындағы түрлі уездерде ақындар Абайдың Пушкин мен Лермонтовтан аударған өлеңдерін үйреніп, домбырамен ән шырқаған. Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің Абай және 21 ғасырда Қазақстан атты мақаласында жаңғыру өткеннен қол үзіп, тек жаңа құндылықтарға жол ашу деген сөз емес, шын мәнінде бұл ұлттық мұраларымызды бүгінгі оң үрдістермен үйлестіре дамытуды көздейтін құбылыс. Бұл ретте біз Абайды айналып өте алмаймыз. Себебі ұлы ойшыл осыдан бір ғасырдан астам уақыт бұрын ұлтты жаңғыруға, жаңаруға, жаңа өмірге бейім болуға шақырған деп атап өтті. Мемлекет басшысы өзінің мақаласында қазіргі қазақстандық қоғам үшін Абайдың мол мұрасын насихаттаудың маңыздылығын, өзектілігін атап өткен. Абай Қазақстанның ұлттық мүдделеріне жоғары қызмет етудің үлгісі болды және болып қала береді дейді. Абай еңбектерінің ерекшелігі халықтың дәстүрлеріне, ана тіліне, тарихи зердеге құрметпен қарауға шақырады. Абай шығармашылығының арқауы қазақ халқының тағдыры, яғни оның өткені, бүгіні мен болашағы, тарихи даму туралы ой қозғайды. Абай өз шығармалары арқылы туған халқын әлемдік өркениет өріне сүйреп, оған қазақ халқының үздік рухани құндылықтарын енгізген. Мұндағы адамгершілік, ізгілік, парыз, ар-намыс, отанға және халыққа адал қызмет етудің жалпы адамзаттық үлгісін мұрат еткен әлемдік мәдениеттің классикалық нұсқалары шешуші рөл атқарады дейді. Ұлы Абайдың 175 жылдығына арналған белсенді өтіп жатқан поэтикалық эстафета аясында мен оның шығармашылығына, әсіресе халық арасында үлкен құрметке ие болған 45 қара сөзіне тағы да бір рет назар аударғым келеді. 14-ші қара сөзінде Абай рақымдылық, мейірбандылық уә әрбір түрлі адам баласын өз бауырым деп, өзіне ойлағандай ойды оларға да болса игі демек. Бұлар жүрек ісі десе, 38-ші сөзінде ол бір ғана құдірет пендеде болған қуат құдірет, ғылым ақылдан басқа болатұғын, Алла тағалада болған құдірет, ғылым һәм рахмет. Ол рахмет сипаты. 8 сипаттың ішінде жазылмаса да, Алла тағаланың Рахман, Рахим, Ғафур, Уадуд, Хафиз, Сәттар, Разақ, Нафик, Уәкил, Латиф деген есімдеріне бейнахи бір ұлық сипатынан хисаптауға жарайды деп жазады. Абай рухани реформатор. Қазақстан президентінің Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылғы 10 тамызда жарияланған мақаласынан. Бұл 10 тамызда ұлтымыздың ұлы ақыны, ойшыл тұлғасы Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толды. Бұдан ширек ғасыр уақыт бұрын тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен Абайдың 150 жылдығы ЮНЕСКО деңгейінде өткізілген еді. Бұл тұрқалы той сол тамаша дәстүрдің жалғасы. Биылғы мерейтойға орай бірқатар іс-шаралар жоспарланған болатын. Бірақ әлемді жайлаған індетке байланысты соның көпшілігін онлайн форматқа ауыстырдық. Әрине, сан сынақтан сүрінбеген халқымыз бұл дертті де жеңеді. Қиындық өтпелі, ал Абай мұрасы мәңгілік дейді. Менің тапсырмам бойынша үкімет 10 тамызды Абай күні деп белгілеп, мерекелер тізбесіне енгізді. Ұлы ақынның мұрасын ұлықтауға арналған іс-шаралар жыл сайын өткізіліп тұратын болады. Мәселе мерейтойда емес, тұғырлы тұлғаның туындыларынан терең тәлім алуда. Абайдың рухына тағзым ету, оның қағидатын ұстану, аманатына адал болу, сонда ғана жас ұрпақтың санасына қастерлі құндылықтарды сіңіреміз. Абай елдік мүддені әрдайым жоғары қоюға, алған білім мен тәжірибені халық игілігіне жұмсауға шақырды. Бүкіл адамзат үшін даму үрдісін осындай ұстаным арқылы ұғыну әрдайым маңызды болмақ. Абай біз ұлтымыз бен жұртымызды танудың төте жолы.
Ұлы ақын бізге мазмұндық тұрғыдан өлшеусіз халықтың рухани азығына айналған мұра қалдырды. 21 ғасырға қадам бассақ та, Абайдың көзқарасы заманауи ізгілік қағидаттарына және Қазақстан қоғамының басты құндылықтарына, оның бірлігі мен берекесіне толықтай сай келетіндігіне тағы бір мәрте көз жеткіземіз. Абай ұлттық рухани, мәдени, адами бет-бейнесін асқан көрегендікпен сипаттаған, оның ұлылығы да осында. Қазір елімізде абайтанумен айналысатын бірнеше ғылыми зерттеу орталығы бар. Осылардың жұмысын жүйелеп, елордамыздағы Абай академиясының төңірегіне топтастырған жөн. Академия барлық зерттеу мекемелерінің жұмысын ғылыми тұрғыдан үйлестіруші міндетін атқара алады. Алдағы уақытта гуманитарлық пәндердің бөлінбес бөлшегі ретінде Абай тану курсын оқыту мәселесін қолға алу керек. Жаңа философиялық және саяси ұстаным тұрғысынан Абай тану оқылығы мен хрестоматиясын әзірлеу қажет. Сондай-ақ Абайдың толық адам ілімі жан-жақты әрі терең зерттелуі тиіс. Біз Абайды 19 ғасырда өмір сүріп, 21 ғасырдың сөзін сөйлеген данышпан ретінде әлемге танытуымыз керек. Сонымен қатар оны ұлттық сананы жаңғыртуға зор ықпал еткен рухани реформатор ретінде дәріптеуге міндеттіміз. Түптеп келгенде, әрбір қазақ Абаймен мақтануы тиіс. Бұл алдарыңыздағы Ұлы Абайдың соғыс жылдарындағы 100 жылдық мерейтойында жарияланған мақалалары. Абайдың айрықша рухы мен патриотизмі жеңіске деген ұмтылысты нығайтқан болатын. Қазақстан Республикасы үкіметінің ағымдағы жылдың 4 тамыздағы қаулысымен Қазақстанда жаңа мереке Абай күні белгіленді. Биыл Қазақстанда Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл толуы атап өтіледі. Қаулы алғашқы ресми жарияланғаннан кейін қолданысқа енгізілді. Премьер-министрдің сайтында хабарланғандай, үкіметтің Қазақстан Республикасындағы мерекелік күндердің тізбесін бекіту туралы 2017 жылғы 31 қазандағы қаулысына тиісті толықтырулар енгізілді. Қазіргі уақытта Абай шығармашылығын халықаралық ғылыми айналымға енгізу бойынша нақты нысаналы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ұлы ойшылдың еңбектері әлемнің 10 тіліне аударылып баспаға әзірленді. Бұл кітаптар 100-ден астам елдің кітапханалары мен мәдени орталықтарына жіберілген. Бірқатар шетелдік аудармашыларға Абайдың шығармашылық мұрасын зерттеушілер мен насихаттаушыларға менің жарлығыммен мемлекеттік награда берілді. Абай рухын ұлықтау шаралары әлі де жалғасуда. Шетелдегі елшіліктеріміздің жанынан Абай орталықтары ашыла бастады. Ақынның шығармашылығын жүйелі зерттеу үшін Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің жанынан Абай академиясы құрылды. Келесі жылы Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығын атап өтеміз. Бірақ кезінде ұлы ойшылды қатты толғандырылған келеңсіздіктер қоғамда әлі кездеседі. Өкінішке қарай, Абай айтқан 5 дұшпаннан толық арылып болған жоқпыз. Азаматтарымыздың арқасында жалқаулық пен сөзуарлық жиі кездесетіні қынжылтады. Бұлар бұрынғыша тойқұмарлықтан тартынбай, күнделікті тынымсыз тірлікті дәріптеудің орнына әрбір қоғамдық оқиғадан саяси астар іздейді деп отырады. Абай халықты той тойлауға емес, еңбек етуге, рухани кемелденуге шақырды. Абайдың ұлағаты әлі күнге дейін маңызында, құндылығында жоғалтқан емес. Сондықтан біз оның терең ойларына, келешектің келбетіне үңілген көрегендігіне таңырқаудан жалыққан емеспіз. Бұл жерде Абай ең алдымен білімді игеруді ұсынады. Біз бүкіл әлемді ақыл оймен, парасатпен, пайым арқылы ғана мойындата аламыз дейді. Заман талабына сай білім алу интеллектуалды ұлт қалыптастыруға жол ашады. Екіншіден, Абай тәрбие мәселесін қозғалаған. Сондықтан өскелең ұрпаққа дұрыс бағыт берген жөн. Ақынның пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге деген өсиетін әрдайым санаға сіңіру қажет. Үшіншіден, жаңа кәсіп игеруге шақырған. Ақын әр қазақ өз ісінің шебері болса деп армандаған. Әсіресе бәсекелестікке толы алмағайып заманда мұның мәні зор. Абай, мал керек болса, қол өнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды дейді. Біз еңбекке, жаңа өнер үйренуге,
деген көзқарасымызды түбегейлі өзгертуге тиіспіз. Байлықтың да, бақыттың да кілті өзің сүйген кәсіпте дейді. 4. Ынтымақ мәселесі. Абай әрдайым қоғамның береке бірлігін арттыруға ден қойған. Ол біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос елді татулыққа шақырған. Біз аса күрделі кезеңді бастан өткерудеміз. Осындай сәтте бір-бірімізге қол ұшын беріп, өзара мәміле мен ынтымақтастығымызды арттыруға тура кезең келді дейді. Кемеңгердің де жан жүрегімен тілегені жұртының амандығы, оның ұлтының тұтастығы еді. Сондықтан бүгінгідей қиын шақта Абай мұрасына жүгіну өте өзекті болып отыр. Әлеуметтік желілерде Абай 175 хэштегімен челлендж жалғасуда. Қазақстандық акцияға Ресей, Беларусь, Ұлыбритания, Италия, Египет, Түркия, Америка құрама штаттары, Украина, Австралия, Қырғызстан, Франция, Қытай, Польша және басқада 12 елдің өкілдері, отандық және шетелдік қоғам қайраткерлері, ғалымдар, жастар қосылды. Украина елінде Абайдың 175 жылдығына арналған челлендж әлі күнге дейін жалғасуда. Бұл жерде Украинаның қазақ диаспорасының өкілдері дәстүрлі дастархан жайып, ұлттық киімдерін киіп, ұлы ақынның өлеңдерін оқып ән шырқауда. Акцияға қатысушылар Абайдың мұрасын әлемдік мұра қатарына қосқан. Олардың айтуынша, ұлы ақынның шығармашылығы тек қазақ халқының ғана емес, барлық түркі тілдес халықтың жүрегінен орын алады. Қазақ диаспорасының өкілдері мұндай кездесулер өткізуді дәстүрге айналдыруға жоспарлап отыр. Өздеріңіз көріп отқандай, жоғарыдағы көрсетілген шығармашылықтар мен кітаптар қазақстандық Абай танушылар Абайдың жеке тұлғасы мен оның шығармашылығы туралы айтқан. Ерлан Сыдықұлов Батташұлының Құнанбай Шәкәрім кітабы ұсынылған. Ал Евгений Григорьевтің Адам бол кітабы да ұсынылған. Абай Құнанбайұлының туғанына 175 толуына орай Қазақстанның Ресейдегі елшілігінің басшысы Ермек Көшербаев бастаған дипломаттар, сондай-ақ Мәскеудің қазақ мәдениеті қоғамдарының өкілдері Чистые пруды алаңында қазақтың ұлы ақыны және ойшылының ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Сонымен қатар Абайдың қара сөздерін оқып, оның желісті түнде жарығы әнін шырқаған. Абайдың мерейтойына орай елшілік Рунетте ақынның өмірі мен шығармашылығын туралы ақпаратты орналастырған арнайы сайт ұсынған. Соңғы жылдары Абайдың шығармалары көптеген шет тілдеріне жаңа аудармалар арқылы танылып жүр. Мысалы, біздің елімізге танымал белгілі ақын Беларусь Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Микола Метлицкийдің арқасында ұлы Абайдың поэзиясы беларусь тіліне аударылды. Беларусьтің көрнекті қоғам қайраткері Алес Карлюкевич Абайдың шығармашылығы Еуропалық кеңістікте шығатынын айтады. Созвучие литература и публицистика стран Содружества Минск порталында Абай шествует по планете и Мир Мұхтара Ауезова интернет парақшалары ашылған. Абайдың қара сөздері мен өлеңдерін корей тіліне ақын аудармашы Ким Бен Хак аударған. Ол сонымен қатар Абай шығармаларының корей тіліндегі Алтын киіз үйдің әндері атты жинағының құрастырушысы болып табылады. Ресей жазушылар одағы Астрахан бөлімшесінің төрағасы Юрий Щербаков Абай шығармашылығына және оның аудармаларына жиі жүгінеді. Абайдың күз және қансонарда бүркітші шығады аңға атты өлеңдерін Сергей Левшин ағылшын тіліне аударып, қазақ әдебиетінің The Outside World in Kazakh Literature антологиясында жариялаған. Абайдың, Шыңғыс Айтматовтың, Олжас Сүлейменовтің шығармаларын қайталап оқу Еуразия кеңістігінің, адамзаттың өмір сүру тақырыбының жаңа қырынан ашады. Олардың сан қырлы шығармаларының біріктіруші лейтмотиві мәдениеттің бір дәстүрмен өмір сүре алмайтындығын, оның жаңа тарихи жағдайда өмір сүретін жаңа ұрпақтардың үнемі қолдап отыруын қажет ететінін көрсетеді. Мәдениеттердің өзара кірігуі мен байытылуы халықтардың жақындасуына ықпал етеді. Оның өзіндік ерекше да ыстық тілі болып табылады. Қазақстанда басталған өзінің ұлттық зердесін жаңғыртудың кең ауқымды бағдарламасы ғылымды дамыту мен қоғамдық сананы нығайтудың жаңа кезеңін білдіреді. Ұлы даланың жасампаз тарихы,
өткен тарихты ұғыну, ұрпақтарды және түрлі дәуірлерді байланыстыратын рухани жолдарды іздестіру, көрнекті тұлғалардың рөлін анықтау, халықтар мен қоғамдық кеңесаралық үн қатысуын қалыптастырады дейді. Назарларыңызға рахмет. Осымен видеодәріс аяқталды.